Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасауға болатын ірімшік түрін көрсетемін. Ол үшін ең алдымен бізге дүкеннің 6% майлы сүтті немесе қолдың сүтті жарайды. Ең алдымен табамызды орташа отқа қоямыз. Табамызға 1 литрлік немесе 2 литрлік сүтті құямыз. Сүтімізді жылытып аламыз, қатты қайнап кетпеу керек. Сүтіміз жылығанға дейін бөлек ыдысқа 5 жұмыртқа және де қаймақ саламыз. 5 ас қасық. Менде дүкеннің 20%-ық сметанасы. Жақсылап араластырып алып сүтімізге қосамыз. Кейіннен дайын болғаннан кейін сүттеріңізде 10 минуттан кейін осындай іріктілер пайда бола бастайды, яғни сүтіңіз ұйыды деген сөз. Сарысуларды байқасаңыз, демек дайын болғаны. Дайын болған қоспамызды енді сүзіп аламыз. Ол үшін ең алдымен бөлек ыдыс аласыздар таза. Және де үстіне осындай марлені қойсаңыздар болады, немесе сүзгішпен сүзіп алсаңыздар болады. Сүті төменге ағады. Марлімізді орап аласыздар да, осындай ыдысқа, менде жай сметананың ыдысы. Соған салып холодильникке қойып қоясыздар 1 сағатқа. Ірімшігіңіз дайын. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер, өкінбейсіздер.